Ассалаумағалейкум, армалы жұрты. Бүгін мен сіздерге бір ерекше тұлға туралы, оның жолы мен бүгінгі шешімі жайлы сөз қозғамақпын. Ол кісі әрине өздеріңіз білетін Серікжан Біләшұлы. Біз бұл кісіні соңғы 10 шақты жылда қалай таныдық? Ол үнемі халықтың алдында. Ол үнемі қазақтың болашағы, тағдыры, ертең үшін тер төгіп келе жатқан ұлт жанашыры. Кейде түннің бір уағына дейін тоқтамастан 3-4 сағаттап сөйлейтін жанкешті ұстаз. Сөйлеген сайын көкірегіңе шоқ тастап, жүрегіңді оятатын тұлға. Осы күнге дейін бір тиын ақы сұрамай, білімін, көзқарасын, өмірлік тәжірибесін қазақ баласына тегін арнаған кісі. 10 шақты жыл бойы бізге не берді? Дінімізбен шынайы тарихымызды үйретті. Саяси сауат берді, ұлттық намысты оятты, өзгеріске бастайтын ой салды. Бірақ қазір сол кісі бір шешім қабылдап, ютубтағы лекцияларын тоқтатып, тек 20 мың теңге төлеген адамдарға жеке жабық каналда сабақ беретінін айтты. Біреулер бұны сынап, енді ақылы болды ма деуді шығарды. Сынап мінеді, бірақ ойланып көрейікші. Біз қарапайым тойға 50 мың беріп кетеміз. Тиктоктан ұтыс күтіп, лотереяға мыңдаған ақшамызды құртамыз. Жарқыраған әшекей жасанды мәртебе үшін неше жүз мың тапсырамыз. Ал ұлт үшін еңбектеніп жүрген адамға 20 мың теңге қимаймыз ба? Ол кісіге береріміз мүлік емес, ниетіміз. Ол осы жолда отбасынан, тыныштығынан, тіпті еркіндігінен айырылған кісі. Оны аңдыды, қудалады, қамады, бірақ ол тоқтаған жоқ. Қайраткер болу оңай емес. Ұлтты ояту сауаптыс, бірақ ол да күн көріссіз өмір сүре алмайды. Жалғыз адам барлығына жетіспес, секеңнің аузын аңдыған дұшпаны көп, ал қолдау көрсететін бауыры аз. 20 мың теңге бұл қазақтың ұлт болашағы үшін төлеуге тұрарлық ақ емес пе? Бұл ақша оның еңбегінің өтеуі емес, бұл ақша біздің ояу ұрпақ болуға төлеген ниетіміз. Ал Алланың алдында, қазақтың алдында оның бұл еңбегі әлдеқашан сауаптың биігінде тұр. Сондықтан ағайын, мен бүгін Серікжан Біләшұлының бұл шешімін толық қолдаймын. Керісінше, бұл шешімді түсінетін, қолдайтын, артынан тірек болатын біз қазақ жастары, қазақ халқы болуымыз керек. Ұлт үшін жанын берген азаматқа біз демеу болмасақ, кім демеу болады ағайын? Қорта келе балық басынан шірейді. Сол шіреген жүйені өзгертуге тер төгіп жүрген адамды қолдамау елдің арнасын. Серікжан Біләшұлы біздің санамыздың күзетшісі ағайын. Болашақ үшін бірге болайық. Алға алаш жұрты. Рахмет. Видеомды бөліс, тарат. Секең айтпақшыдай, саусағың 10 тонна болса да, ерінбей лайк бас, парақшама жасыл. Рахмет, сау сәлеметте болыңыздар.